Hayırlı құрметті математика пәні мұғалімдерінің Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTokта және YouTube'да күрделі математикалық есептердің шешімдерін көрсеткен. Бүгін мынадай параметр бар теңдеулер жүйесін сіздерге шығарып көрсетемін. Бұл бізге мынадай теңдеулер жүйесі берілген. Бірінші теңдеу x квадрат плюс жақша 2 плюс 1x плюс a квадрат плюс 3 y. Екінші теңдеу y квадрат плюс 2 плюс 1 жақшасында y плюс a квадрат плюс 3 x. А параметрінің қандай мәнінде осы теңдеулер жүйесінің тек бір ғана шешімі бар, соны табу керек бізге. А параметрінің сондай мәндерін анықтау керек, мына теңдеулер жүйесінің тек бір ғана шешімі болатындай. Қарап тұрғандар кезде бұл оңай есеп емес. Өте көп мұғалімдер бұл есептерді шығарудан қашады, шығарғысы келмейді, оқушылар түгілі мұғалімдер шығарылмайды. Көбісі бұл есептерді менің кейбір көрермендерім сіздің есептеріңіз оңай стандартты есеп деп ақыл айтпай қойыңыздар. Біріншіден ол ақылдарыңыз маған керек емес, екіншіден сіздер ақыл айтқаннан менің білімім кеміп қалмайды. Мен одан сайын мықты маман бола беремін, одан сайын қиын есептермен ерегісіп, жаңағы теріс комментарий жазғандармен ерегісіп, өте қиын есептердің шешулерін, алгебрадан геометриядан да өте қиын есептердің шешулерін сіздерге көрсете беремін. Соны ерегісіп әдейі көрсете беремін. Енді сіздер мені сыйламасаңыздар, мен неге сіздерді сыйламау керек? Сондықтан енді маған өйтіп ақыл айтпаңыздар. Мен өз сыйламның маманмын, сіздердің ақылдарыңыз маған керек емес. Міне осы теңдеулер жүйесін сіздерге қандай мәндердің осы теңдеулер жүйесінің тек бір ғана шешім болатынын сіздерге қазір шығарып көрсетемін. Міне қалай. Бұнда енді қалай техникалық амал қолдануымыз керек. Енді мына өрнектесек, мына жерде дәл өрнектесек, онда қиын болып кетеді. Төртінші дәрежеде шығып кетеді. Біз ол бізге тиімсіз ғой. Сондықтан бір бұл тәсілді қолданамыз, аламыз. Бірінші теңдеулер жүйесінен екінші теңдеулер жүйесін алайық. Сонда қалай болады бізде? Бірінші теңдеулер жүйесінен екінші теңдеулер жүйесін алып тастасақ қалай болады сонда? Бірден екіні алайық сонда. Анда қандай болады? X квадрат минус y квадрат мына жақта минус 2 плюс 1 плюс кетеді мына минус 2 плюс 1 x минус y тең мына a квадрат плюс 3 a квадрат плюс 3 бөліп береді, мына тең минус x. Мына жерде x минус y екеуінде де бар, мына x минус y x минус y 2 плюс 1 y минус x минус x минус y мына жерде енді қарайық, мына қашқарам сонда плюс болып кетеді. Сонда қалай болып қандай жүйе шығады бізде? Мына плюс болып кетеді. Сонда минус 2 плюс 1-мен қосылып кетеді де қалай болады сонда? X минус y мына бірін аяққа плюс болып кетеді, мына минус 1 плюс болып кетеді. Минус 1 мен плюс 1 қосылады, жойылады. Минус 2a x плюс x минус y тең мынадай теңдеу керек. X минус y ортақ болады. X минус y қашқарымыздан шығарамыз. X плюс y минус 2a тең мұнда екі жағдай бар. Бірінші жағдай y тең x, екіншінде мына қалай x плюс y тең 2a болады, x плюс y минус 2a тең 0 болады екінші жерде. Онда y тең x арқылы қалай өтеміз? X плюс y тең 2a, y тең 2a минус x. Екі жағдайда да мына теңдеудің кезінде бір-бірімен байланысып алып қою керек. Сондықтан мына теңдеу байланыс болады. Өйткені айырмасынан осы теңдеу шығып жатыр. Осының салдары болып жатыр. Сонда y тең x болса, мынаяққа қойсақ y тең x, онда бір квадрат теңдеу шығады осылай. Сонда мынаны қойсақ та бір квадрат теңдеу шығады. Сонда не? Біз мынандай жағдайды зерттеуіміз керек. Екі квадрат теңдеу керек болады. Сонда бізде екі квадрат теңдеудің шешімдеріне сәйкес x егер жұптар пайда болады, сонда бізде есепте не сұрап тұр? Осы теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатындай ағым мәндерін табу керек. Сонда мына екі квадрат теңдеудің біреуінің шешімі болып, біреуінің бір ғана шешімі болатындай ағым мәнін табу керек. Логика түсінікті ғой. Егер ондай болмаса, мына теңдеу, яғни осының біреу кемінде екі шешім болса, мына теңдеулер жүйесінде екі шешімі болмайтын болады. Онда не? Ол есептің жағына қайшысы. Сонда бізде y тең x болса, қандай квадрат теңдеу шығады? Алайықшы. Y тең x болса, бірінші жағдайды қарастырайық. Бірінші жағдайда қандай квадрат теңдеу шығады? Орнына қойшы y тең x. Сонда бізде қалай? X квадрат, қандай квадрат теңдеу шығады? Минус 2a, минус 2a плюс 1, y x-ке тең мына жаққа шығады ғой. Минус x ұстасында қалай минус x. Минус x болып шығып кетеді мына жақта. Сонда y минус 2a плюс 2 2 плюс 2x плюс
baqa осы теңдеуді қандай жағдайда шешім болады яғни осының бірақ шешімі болады қандай жағдайда енді екі түрлі жағдай қарастырайық осы квадрат теңдеудің бір ғана шешімі болсын и ананікі шешім болмасын деп екінші шешім сонда осының енді бірінші жағдайды қарастырайық қандай шешім бірақ шешім болу үшін не болу керек дискриминанттың нөлге тең болу керек осының бірақ шешім болсын деймін д тең дискриминант қалай 2а плюс 2-нің квадраты минус 4а квадраты минус 3 не аша қандай теңдеу шығады мына жақта қалай 4-та 8а болады 8а плюс 4 и мына жақта плюс 12 да плюс так 4 плюс 12 16 8а плюс 16 тең 0 міне солай ғой енді сонда енді қарайық бұнда а қандай болады а минус 2-ге тең а минус 2-ге тең а минус 2-ге тең болса квадрат теңдеудің бір ғана шешімі болады екен ал енді екінші теңдеуді қарастырып көрейікші осы жағдайда енді екінші теңдеу қалай болады бұл жағдайда екінші теңдеу міне аның орнына минус 2 енді мынаның шешімі болмау керек шешім бола ма бұл тексеріп көрейік аның орнына минус 2 қойып сонда екінші жағдайды қарастырайық аның орнына ал біріншінің шешімі болып екіншінің шешімі бола ма бұл тексерейік біріншінің бірақ шешімі болса онда мынадай болады екен а онда екінші қалай екінші минус x минус 4 аның орнына минус 2 қойып мынаны апарып қойып а минус 2 қой а минус 2 болса онда қалай болады екіншінің шешімі мына жақта шешім бола ма мына жақта бір ғана шешім бола ма көрейік кәдімгі келтірген орнына қойып y-тің минус x минус 4 так мынаған қойып көрейікші біріншісін бәрібір мынау есіңізде біздің есте сақтап алдық еске сақтап алдық сонда бізде енді бұнда орнына қойсақ қалай а минус 2-ге тең x квадрат орнына қойсақ қалай x квадрат а минус 2-ге тең минус 2-ге тең так плюс 6x квадрат плюс 6 плюс 1 x квадрат плюс 6 плюс 1 енді қалай болады минус x минус 4 бұда тең минус x минус 4 мына мына жаққа болады x квадрат плюс 4x плюс 5 тең 0 мынада дискриминант болады минус 4 болады там шешім жоқ қой значит а минус 2-ге тең болса натиканың үрдісінің бір ғана шешімі бар бірінші квадрат теңдеудің шешімі бір болады ананікі шешімі жоқ дискриминанттан минус 4 болады теріс қылып есептеп тұр яғни а тең минус 2-ні аламыз енді екінші жағдайда қалай екінші жағдайды қарастырайық керісінше ананың бір ғана шешімі бар онда y-тең екінші жағдайды қарастырайық мына жерде y-тең міне дұрыс міне мынау а минус 2-ге тең болғанда аның бір ғана шешімі бар енді екінші жағдайды қарастырайық екінші жағдай қандай еді жаңағы мында y-тең қалай еді 2 минус x бар анауына қойып екі минус x мына қандай квадрат теңдеу шығады бізде x квадрат мына жерде минус мынандай шығарса 2 минус x болса мына жақта плюс x болып минус 2x мына 2 ана жаққа шығып минус кетеді плюс а квадрат минус 2а минус 3 тең 0 дискриминантын табайық дискриминантын бұның бір ғана шешімі болсын дискриминант не болу керек нөл болу керек минус 4а квадрат минус 2а минус 3 ана бұның дискриминанты қалай болды тең 4 тең 2а минус 3 жақша осы нөлге тең болу керек бұнда а минус 2-ден 3-ге тең а минус 2-ге тең бұл жағдайда а минус 2-ден 3-ге тең а минус 2-ден 3-ге тең а тең минус 2-ден 3 бұл жағдайда а минус 2-ден 3-ге тең енді бірақ біз тексерейік y-тің x болғанда мына теңдеудің шешімі бірінші квадрат теңдеудің шешімі бола ма болмайды егер ол болса онда бұл ұнамайды болмаса онда бұл ұнамайды өйткені мына теңдеулер квадрат теңдеудің бір ғана шешімі бар екінші квадрат теңдеудің шешімі болу керек жүйенің бір ғана шешімі болу үшін логика түсінікті ғой анауына қоямыз а тең минус 2-ден 3 квадрат теңдеуді тексереміз а минус 2-ден 3 болса мына жақта минус 2 мына минус 2 болса да плюс 2 болып кетеді плюс 2x мына 4-тен 9 4-тен 9 мына жерде 4-тен 9 минус 3 минус 4-тен 3 тең
x. X var. Nerede? Nerede y x'e doğru var. Anda yaşayacak olanlarda x kuadrat plus x minus 4 demiş. Benim çeşim var. X'in ilgili bir var. Benim çeşim var. X'in ilgili bir. Ama nam kadar yek çeşim var. Adam özü yek adam çeşim var. Bettis masalah namanya asal basketball sonra kim diye kişi var yani nasıl almayın sonra cevabında alıyorlar cevabında akıl yek olsa nasıl apa negatif misalnya menurut bana şey var diyor masalahlarda diye bir şey yok diye kişi kim diye yok oldu nasıl like koymak isterseniz bölümümüzde like koymanızda bartarınızı kim savunuzda